Бүгінгі бейнеде Хэллоуин мейрамында көретін 5 қорқынышты мультфильм жайлы айтамын. 5-ші орында Франкенвини. Бұл мультфильмді белгілі американдық режиссер Тим Бёртон түсірген, және оның 1984 жылғы фильмнің ремейкі болып табылады. Бір кездері Дисней оны балаларға көрсетуге жарамсыз деп таныған. Сюжет бойынша жас баланың сүйікті әрі жалғыз досы көліктің доңғалақтарының астында өледі. Досынан айырылғанымен келісісі келмейтін Виктор мектептегі физика пәнінің мұғалімнен өлгендерді тірілтудің әдіс-тәсілдерін үйренеді. Ғылым саласындағы білімі мен біліктілігін пайдалана отырып, Виктор итті тірілтеді. Бұл қорқынышты салдарға әкеледі. Франкенвини бұл 3-ші мультфильм режиссер стоп-моушн технологиясы немесе қуыршақ мультипликациясын қолдана отырып түсірген. Мультфильм оның бастапқы көзі сияқты монохромда түсірді. Бұл Франкенвини фильміне қараңғылықты қосады. Есть надежда вскрыть сознание ребенка. Вот о чем я мечтаю. Залезь к ним в мозги. 4-ші орында Труп невесты және тағы да Тим Бёртонның мультфильмі. Ең көп табыс әкелген қуыршақ мультфильмдерінің тізімінің 5-ші орнын алады. Фильм Ұлыбританияда Виктория дәуірінде өтеді. Басты кейіпкер ауқатты отбасынан шыққан Виктор. Ақсүйектер отбасынан шыққан Виктория есімді қызға үйленбекші. Алайда, үйлену тойының алдында Виктор өлілер патшалығында тап болады. Онда оны жұмбақ мәйіт қалыңдыққа үйлендіреді. Бірақ сол уақытта тірілер әлемінде оны нағыз қалыңдығы күтіп тұрады. Уақыт өте Виктор өлілер патшалығындағы өмір оның әдеттегі Виктория өмір салтынан әлде қайда қызықты болғанын түсінеді. 3-ші орында 9 фантастикалық постапокалипсис жанрындағы толықметражды мультфильм. Фильмнің тұсаукесері 2009 жылдың 9 қыркүйегінде өтті. Бұл картинаға қызықты символизм береді. Сюжетте адамзат механикалық жаратылыстарымен жойылды, ал жасанды ақыл-ойды жасаған адам өзінің жаратылысымен өлтіріледі. Фильмнің басты кейіпкері қайтыс болған профессор жасаған кішкентай шүберек қуыршақ. Кішкентай адам зертханада оянып, әлем туралы ештеңе білмейді. Ол жауап іздеуге барады және жолда оған ұқсас басқа тіршілік иелерін табады. Бұл мультфильм адамзаттың ғылым әрқашан пайдалы бола бермейтіні туралы маңызды мәселені алға тартады және қайғылы салдарға әкелуі мүмкін екенін көрсетеді. Бұл мультфильм сіздің назарыңызға лайық. И однажды машины, которые мы же и изобрели, восстали против нас. И теперь по нашей вине мир гибнет. 2-ші орында Кошмар перед Рождеством. Режиссері Генри Селлинг және сценарийші Тим Бёртон продюсері болған толықметражды қуыршақ анимациялық фильмі. Сюжетке сәйкес Хэллоуин патшалығында әртүрлі өлі адамдар өмір сүреді. Сондай-ақ аттас мерекеде адамдарды қорқытатын нәрселермен айналысады. Мультфильмнің басты кейіпкері Джек Селлингтон мерекеде басты кейіпкер. Бүкіл қала оған табынумен қарайды. Бір күні ол кездейсоқ Рождество қаласына порталда тауып алады. Оның бұл мерекеге ғашық болғаны соншалық, ол адамдарға Рождествоны өзі ұйымдастыруды шешеді және жергілікті бандаға аяз атаны ұрлауды тапсырады. 1993 жылы шыққан мультфильм 2005 жылға дейін орыс тіліне аударылған жоқ. Бірінші орында Королин в стране кошмаров. Нейл Гейманның балалар поэзиясына негізделген қуыршақ анимациялық фильмі. Королин 2009 жылы шыққан. Сюжет бойынша ата-анасымен бірге Эшлон қаласына көшіп, ескі сұр сарайға қоныстанған Королин есімді кішкентай қызға байланысты. Королин үйді зерттеп жүріп, басқа әлемге апаратын жолды табады. Ол жерде Королин ата-анасын кездестіреді. Олар шынайы адамдарға мүлдем қарама-қайшы. Королин бұл дүниеде ата-анасының көшірмелері оған әлде қайда көңілді және сүйіспеншілікпен қарайтынын байқайды. Дегенмен баламалы дүние тек ұзақ уақыт бойы жақсы болады. Королин в стране кошмаров балалар фильмі болғанымен оның қозғайтын тақырыптары балаларға арналған емес. Нағыз қорқынышты және сонымен бірге тартымды мультфильм біздің топтамада 1-ші орынды алады. По традиции черные, но если предпочитаешь розовые или, может, ярко-красные или желто-зеленые. Бейнені соңына дейін көрген үшін рахмет. Егер сізге бейне ұнаса, лайк басып, жаңа фильмдер топтамаларын жіберіп алмау үшін арнаға жазылыңыз.
барлығына сәттілік.